Қытайдан товарды қалай және қайдан заказ береміз? Қазір 10 минуттық видеода мен сіздерге барлық стратегиясын, барлық жолдарын айтатын боламын. Мен Жазира Смағұл. Қазір біз Қытаймен масштабты түрде жұмыс жасаймыз. Фура товарларды біз Қытайдан Россияға жеткізіп отырмыз. Ол товарлар бізде өз брендімен, өз дизайнымен жетеді. Және де біз, менің партнерларыммен біз Валберсте сауда жасаймыз. Валберстің стандартына сай упаковкамен уже Қытайдан Москваға дейін жеткіземіз. Және де біз Қытайдағы өзіміздің партнерларымызбен договормен жұмыс жасаймыз. Осы салада, яғни Қытаймен бизнес, Валберстағы бизнесте опытымыз көп болғанымен, біз Instagram, YouTube, TikTok енді қолға алып жатырмыз. Мысалы, мынау менің YouTube'дағы ең алғашқы видеом. Бірақ бизнеста өзіміздің практикамызбен ақылы түрде беретін информацияны мен осы видеода сіздерге барлығын, қалай Қытаймен дұрыс жұмыс жасау керектігін барлығын айтып өтетін боламын. Соңына дейін видеоны көріңіз және маған тіркелуді ұмытпаңыз. Жалпы бұл информация кімдерге арналған? Қытаймен уже бизнес жасап жатқан, маркетплейстерді сататын немесе енді қандай да бір бизнес бастағысы келетін адамдарға, яғни Қазақстанда отырып, бір бизнес ашқыларыңыз келеді, қазір барлығымыз білеміз, барлығы Қытайдан шығады. Қалай тиімді түрде өзіңіздің бизнеске қажетті оборудование болсын, заттарды болсын, қалай Қытайдан алу керектігін осы видеода біле аласыздар. Ал енді кеттік, мен сіздерге айтайын. Қытайдан товарды қалай іздеу керек, қалай жеткізу керек схемасын мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Прямой заводтардан бізде Қытайда біз өзіміз договормен жұмыс жасайтын партнерларымыз бар. Ол кісілер сіз таңдаған товардың заводтарына барып сөйлесіп береді. Немесе Pinduoduo, Taobao, 1688, Alibaba деген сайттардан ақ сіздер өздеріңіз товар тауып, сол сайттардан Қазақстанға, Россияға қай жерге жеткізу керек болады, сол жерге жеткізе аласыздар. Для личного использования дейді ғой, идея сондайларға, конечно, мына сайттардан заказ береді. Но оның өзінде сөйлесіп, скидкасын алуға болады. Бұл жақта уже получается сіз масштабно, мысалы біз өзіміздің товарларды прямой заводтармен сөйлесіп, заводтармен келіскенде бізде егерде брак болса, сол келесі партияда, мысалы біз видеомен кәдімгі көрсетеміз, міне осындай партиядан осыншама штук брак шықты деп. Сол количествоны бізге қосып жібереді. Яғни бізде сондай договор, сондай қарым-қатынас бізде Қытаймен. Жалпы сайттардан да, заводтардан да 20 килограммнан артық, 20 килограммнан бастап сіз уже заказ бере аласыз. Бұл жерде сізге тиімдісін таңдап береді ғой, сіздің товарыңызға сай, сіздің спросыңызға, запросыңызға байланысты сізге қай жерден тиімді заказ берген тиімдірек болады, сол бағытын сізге ұсынатын болады. Енді екіншісі ол контроль качества дейді, яғни кез келген сіз офлайн бизнесті істеңіз, сіз маркетплейстерді асатын, сіз өзіңіздің бизнесіңізді ашайын деп жатсаңыз да, ең бастысы ол качествосы. Яғни біздің Қытайдағы адам сіздің алайын деп жатқан товарыңыздың заводына барады, фото, видео, отчетты сізге жібереді, және де тестовая отправка товара осы сіздің адреске 1-2-3 штугын жібереді, чтобы сіз өзіңіз көрдіңіз, пощупали дейді ғой, қарадыңыз, барлығын көріп білу үшін сізге тестовая отправка товара жібере алады. Біз жалпы өзіміз серьезный компаниямыз, ТО-мыз бар, барлық жұмысты біз өзіміз атқаратын, біз договормен атқарамыз. Бізге ең маңыздысы ол клиенттің тұрақтылығы. Яғни біз кез келген заводтан ой болды деп заказ бермейміз, яғни оның барлығын от и до үтір нүктесіне дейін тексертіп, фото, видеосын сұрап, сол адам өзі қолданып көрсін деп айтамыз жаңағы адамымызға, и тестовый вариантын міндетті түрде өзімізге жіберткіземіз, немесе заказ беріп жатқан адамға. Сол себепті де бізде просто басымыздан өтті. Ең басында жұмыс жасаған адамдарымыз Қытайдағы бізге бракованный товарларды көп жібергендіктен біз осы мәселеге өте үлкен мән бердік. Енді қазіргі кезде осы качество контроль товары біз үшін ол ең маңызды пункттардың бірі. Сол себепті де біз арқылы заказ берсеңіз, товарыңыздың качество жағынан уайымдамай қойсаңыздар болады.
Келесі пункт маңызды, ол упаковка товара, яғни біз өзіміз жеке Валберсті сатамыз. Сол себепті бұрын егерде біз товарды Қытайдан Алматыға алып келіп өзіміз упаковка жасап қайтадан Россияға жіберетін болсақ, қазіргі кезде біз уже партнерларымызбен, менің партнерларым февраль айында барып кездесіп барлығын көрсетіп кеткен болатын. Сол себепті ол жақтағы адамдар бізге по стандарту Валберес, Каспи, Озон упаковкаларын жасап жіберіп отырады. Қандай упаковканы сіз сұрайсыз, сол упаковкамен сізге сразу Қытайдан готовый товарларыңызды жіберіп отырады. Алматы, Қазақстан, Россия кез келген қалаға, мемлекетке жібере алады. Логистиканың түрлеріне өтетін болсақ, ол авто, ЖД, авиа түрлері бар. Осы үш түрде өзіңізге тиімді тарифті, сізге тарифтарын жібереді. Сол жақта тарифті таңдап, өзіңізге ыңғайлы срок тарифті таңдап, осы үш бағытта логистиканы таңдасаңыз болады. Енді қараңыздар, авиа әрине ол тез, бірақ та ол өте қымбат. Біз үшін әр тиын маңызды дейді ғой, біз Валберсте сатамыз. Яғни біз экономиканы есептеген кезде біз үшін ең маңыздысы, біз ең төмен және ең біз үшін тиімді тарифті қолданамыз. Авиа біз үшін маржамызға әсер ететіндіктен ол қымбат. ЖД енді сроғы өте ұзақ болады. Бізде оборачиваемость өте жоғары, сол себепті біз ЖД доставкасын олай ұзақ күте алмаймыз. Жеке өзіміз біз авто логистикасын қолданамыз, пайдаланамыз. Ол жақта барлығы сенімді түрде товарыңыз құртылмайтындай келеді. Барлығын осы ағаш обрешеткаларға салып, упаковкадан кейін коробкаларға, одан кейін жаңағы палеталарға прям именно ағаштан жасалған обрешеткалармен жасап береді. Товарыңыз аман есен құртылмай уже өзінің пунктына дейін жетіп отырады. Содан кейін енді тағы да айтып өтейін, біз Валберсте сататын болғандықтан біздің товар Қытайдан Москваға жеткеннен кейін біз үшін тиімдісі Валберстің складтарына отыруы. Бұл пункт бізде қарастырылған, яғни товар аман есен Қытайдан Россияға жеткен соң біздің адамдар ол товарларды сразу Валберстің складтарына өткізіп отырады. Келесі пункт әрине ол баға. Яғни біздің ұсынатын бағамыз $1 басталады. Бұндай бағаны ешқандай карго, я уверена, ұсынбайды. Және де бізден заказ беретін болсаңыз, объемыңыз 20 килограммнан жоғары болу керек. Және ең соңғысы ол срок доставки 12 күннен басталады автомен, егер де логистиканы таңдайтын болсаңыздар. Енді заказ берерде сіздерге барлық предложенияны ұсынады, оның арасынан өздеріңіз таңдайсыздар, тарифі, уақыты, бағасы тиімдісін таңдап, сол тарифпен алып келсеңіздер болады. Осы айтқанымның барлығын бір қорытындылап алсақ, яғни сіз товарды заводтан немесе маркетплейстардан заказ бере аласыз. Ол жақта контроль качествоны уайымдамай қойсаңыз болады. Адамдар біздің барып тексеріп, қарап сізге фото видеосын жіберетін болады және тестовый образецін. Одан кейін упаковка товары, қалай упаковка сізге қажет, сол упаковка түрімен сіздің қажетті пунктыңызға дейін жеткізіп береді. Одан кейін логистика, өзіңізге ыңғайлы тарифті таңдай аласыз. Валберспен жұмыс жасасаңыз, соның складтарына сразу сізге өткізіп бере алады. Баға жағы өте тиімді және срок доставки 12 күннен басталады. Мен жаңа айтқандай, бізде барлығы официально. Біздің каргоны қазір мен біздің каргодан заказ беріңіздер деген ниетте емес. Ең бастысы Қытайдан товарды таңдап, қалай заказ беру керек, поэтапно сіздерге ақпаратты бердім. Және де уже сіздерде картина барда қалай Қытаймен жұмыс жасауға болады деген. Жалпы өзіміз бізге келетін болсақ, бізде офис бар, Алматы қаласында Монгольская 44-ке келіп, кез келген ақпаратты алсаңыздар болады. Ал енді кішкене call to action айтып жіберейін. Жалпы біздің табысымыз бұл жерден емес, Валберсте өзіміздің товарлар және инвесторлардың товарларын сатудан біздің табысымыздың ең үлкен көзі сол жақта. Бірақ та осыншама білімді игере отырып, уже бөліскім келеді екен, бірақ та біз үлкен обученияларды өткізбейміз. Біз тек қана разбор жасау арқылы біз бір айда 4-5 адамды тек қана наставничествоға ала аламыз. Мысалы, осы айда біз 5 адамды алып, оларды күшті қылдырып бизнесмендер қатарына кіргізіп жатырмыз. Енді осы май айына қалған бізде орын, 2 орын бар. Егер де сізде Қытаймен дұрыс бизнес жасағыңыз келсе, Валберсте бір күнде бір товармен 100 мың штук сатып, бір товардан 200 миллион оборотқа жеткіңіз келсе, бізге
инстаграмға, менің инстаграм парақшама ютубтан келдім деп жазып кетіңіз. Сау болыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда бизнес разборлар, бизнеске қатысты ақпараттар өте көп болады. Мен сіздерді күтемін.